Енді ойнамаған нәрселеріміз Аллаху акбар. Пәлен адамда пәлен 1000 теңгем бар еді. Қашан қайтарады? Намазды ұмытып кетеміз де. Неге? Біз намаз оқумен өте үлкен, мол сауаптарға жетеміз. Ал шайтан ол сауапты біздерге қаламайды. Біздің ойымыз бұрмалайды. Ал біздің ойымыз бұрмаланса, бізге сауап жазылмайтындығын шайтан бізден жақсы біледі. Сені солай шайтан ойыңа алтыныңды салады да, сен намазыңнан адасып кету үшін, намазыңды тастап кету үшін, енді таңертеңге дейін намазыңды жалғастырып қой деген екен. Тағы бір неде Қатада деген ғалым болады. Қатаданы имам Әз-Захаби рахималлаху тағала Сиер А'ламун Нубала деген кітабында айтады. Хафиз, Қудватуд-дин, діннің тірегі, хафиз, хадистерді жаттаушы, Либой, Құдайдың құдіреті, Либой тапсир кітабын ашатын болсаңыз, кеңдеп жазылған, Либой тапсир кітабын ашатын болсаңыз, Либой 6666 аят болса, Либой аятты ашып қарайтын болсаңыз, міндетті түрде тапсир ғалымдары Қатада бұл аят жайлы былай деген деп айтып кетеді. Қатада бұл аят жайлы былай деген, бұны Қатада былай түсіндіреді деп айтып кетеді. Сондай ұлы адам болғанда, сол менің ең күшті, ең білімді адамдардың бірі болғанда, ол кісі өзін мықты екенін білетін еді. Өзінің ең күшті ғалымдардың бірі екенін білетін еді. Куфа қаласына келеді де, ол кезде әлі Абу Ханифаның шықпаған кезде, Куфа қаласына келеді де айтады ғой. Менен дейді, либой фих мәселесін сұраңдар, мен сендерге жауап беремін дейді. Бұл аяғында либой менен фихтан төменсіңдер дегенде келеді, менсінбей келеді. Өзінің мықты ғалым екенін біледі бұл кісі. Либой фих мәселесін сұраңдар, жауап беремін дейді. Сол кезде Абу Ханифа 31-38 жас, әлі сабақ алып жүрген кезде, орнынан тұрады. Я Қатада дейді. Саған сұрақ дейді. Бұл кісі онша фих ілімімен емес, қияспен емес, бұл кісі көбінесе қиясты жоққа шығарып, хадис іліммен көбінесе сүйенетін болған. Қатада қиясқа онша көп мән бермейтін болған. Яғни Құран хадисте жоқ үкімдерді жоқ кезінде ол нәрсе орындалмайынша шілей ойлана бермейтін болған. Құран хадисте жоқ үкімдерге шілей бас қатыра бермейтін адам болған бұл кісі. Яғни ахлул хадис, хадис иелерінен болған бұл кісі. Я Қатада дейді. Саған бір сұрағым бар дейді. Бола ма? Болады. Қатада келді деп Куфаның бүкіл ғалымдары жиналған. Абу Ханифаның ұстазы да, Абу Ханифаның шәкірттері бәрі жиналған. Өйткені Қатада бүкіл әлемде дүр сілкіндіріп тұрған ғалым еді. Қияметке шейін тәпсір ілімін оқитындар, Құранды оқитындар Қатадан еске алады. Өйткені бүкіл аятқа ол кісінің тәпсірлеуге үлесі қосқан адам. Ең ұлы ғалымдардың бірі, ислам әлеміндегі саусақпен санарлық ғалымдардың бірі Қатада. Саған сұрақ дейді, сізге сұрақ. Қой, бір адам дейді, үйленді дейді. Үйленді де әйелін тастап 10 жылға жоғалып кетті дейді. 10 жылға жоғалып кетті. Әйелі күйеуім өліп қалды деп ойлады. SMS барса SMS жазбайды бұл аяғында. Жоқ та күйеуі. Күйеуім өліп қалды деп ойлады. Басқа адаммен тұрмысқа шықты дейді. Тұрмысқа шығып, нормаль өмір сүріп жатыр еді, күйеуі қайтып кетті дейді. Не істейді дейді? Қалың малын қайтару керек пе, әлде қатынын қайтару керек пе, не істейді дейді. Сөйткен кезде Қатада ар ойланады, бер ойланады. Қарсы оны мүмкін емес нәрсе еді. Сол кезде Абу Ханифа айтады, егер де дейді, мынау өзі ойынан қияс жасап үкім беретін болса дейді, ләақтаан, точно адасады дейді. Егер хадиспен айтатын болса, ләәкдебан, точно өтірік айтады дейді. Өйткені хадис жоқ бұндай мәселеге. Пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде бұндай нәрсе болмаған. Ойланып тұрады да, Абу Ханифа дейді, Абу Ханифа дейді, бұл нәрсе болған ба, болмаған ба дейді. Болмаған. Нағып болмаған нәрсе менден. Сол кезде Абу Ханифа айтады, бір нәрсе боларынан алдын, дұшпан келерден алдын қаруымызды сайлап қоямыз біздер дейді. Мақыл дейді, сендер фихтан күшті екенсіңдер, маған фихтан сұрамаңдар дейді. Менен тәпсір мәселесін сұраңдар, либой тәпсір мәселесін шешіп беремін дейді. Сол кезде Абу Ханифа тағы тұрады. Қатада дейді. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде білесіздер, Сүлеймен алейхиссаламды қиссасы келтіреді. Сүлеймен алейхиссалам Билқис деген адамға хат жазады, әйелге хат жазады. Патша, Йеменнің патшасына хат жазады. Тез менің алдыма жетіп кел деп. Мұсылман болған халінде жетіп кел деп. Ол келе жатқан кезде өзінің әскерлерімен ақылдасады Сүлеймен алейхиссалам. Құран-ы Кәрімде келген риуаят бол, Нәмл сүресінде келеді. Кім маған анау Билқис мұсылман болып келерден алдын, кім маған ананың тағын әкеп бере алады дейді. Анау келерден алдын маған тағын кім алып кеп бере алады дейді. Қол астында жындар бар, қол астында жел бар, барлық нәрсе ол кісіге бағынатын болған. Жындар дадау қатты қорғатын болған. Кейбір адамдар, залым адамдарды Сүлеймен әка деп жүреді ғой. Кейбір адамдар сәл анау қатты қол адамдарды менің Сүлеймен әкем деп айтады. Сондай қатты қорғатын болған жындар. Өйткені өзін жын деп ойлайды ол.
ана братан Сүлеймен ака деп ойлайды, өзі жын екенін мойындайды ол адамдар. Сонымен сол кезде бір қала ифриту минал джин дейді. Алла Тағала айтады, ифрит деген жын айтады дейді. Сен орныңнан тұрғанша жаңағы тақта әкеліп беремін деп айтты дейді. Сол кезде Алла Тағала айтады, Алла Тағала тарапынан білім берілген біреу дейді. Адам да екен, жын екен, адам екен, періште екенін айтпайды. Алла Тағала тарапынан білім берілген біреу дейді. Сен көзіңді ашып жұмғанша әкеліп беремін деп айтады дейді. Сөйтеді, көзін ашып жұмғанша әкеліп береді. Сол адам ба, жын ба, періште ме, кім ол? Адам болса кім, жын болса кім, періште болса кім дейді. Сол кезде қатада тұрып, қатада да мықты ғалым. Юша ибн пәленше, оның әкесі пәленше, оның әкесі пәленше, оның әкесі пәленше. 15 атасын санап тастайды. Біз өзіміздің 15 атамыз санай алмаймыз ғой. Ол ананың 15 атасын санап тастайды. Ол кім болды? Ол қалай келді? Ол дейді, Алла Тағаланың көркем есімдерінен, ұлы есімдерінен бір есімді білетін еді. Сол есімді айтқан еді, тақ алдында пайда болды дейді. Ол есімді Сүлеймен білмейтін бе еді? Білмейтін еді дейді. Онда нағында пайғамбар болып жүр олардың арасында дейді. Уақи кімге келіп жатыр? Сүлейменге келіп жатыр ма, әлде ана адамға келіп жатыр ма дейді. Аны бірден даудырап қалады. Шынымен пайғамбардың қауымының ішінде пайғамбардан білімді адам болмайды. Ең білімсіз пайғамбар болады. Өйткені білімді пайғамбар арқылы келеді. Мәселен, Мұхаммед пайғамбар білмеген нәрсені біз білеміз бе? Өйткені Мұхаммед пайғамбар жеткізбеді ме біздерге Құранды? Құранның кейбір аяттары бар деп қуып кетпейміз ғой біздер дейді. Сөйтсе Қатада айтады, жоқ дейді, менен тәпсір мәселесін сұрамаңдаршы дейді. Тәпсірден мықты кезіндер. Маған дейді, адамдар таласқан, тартысқан ақида мәселесін сұраңдаршы дейді. Тағы да Абу Ханифа шығады. Қатада дейді, Қатада, амуъминун ант, сен момынсың ба дейді. Өз бұрыннан келе жатқан талас бар. Сен момынсың ба дейді. Өзі момынмын десең, айтады, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтқан, қалатил а'рабу аманна, құллам ту'мину, валакин қулу аслямна. Арабтар айтады, біз иман келтірдік, яғни момынбыз деп айтады. Сен олар әлі иман келтірген жоқсыңдар, біз мұсылман болдық деп айтыңдар деген аяттар бар. Бірақ олардың барлығын түсіндіре келе, ғалымдарымыз айтады, егер де кім саған момын ба десе, момынмын десең, уже проблема бітеді дейді. Бұл не дейді? Бұл қараңыз. Момынмын десе, жаңағы аятқа қарсы келіп қалам ба деп қорқады да, бұл не дейді? Үміттенем дейді. Үміттенем дейді. Бұл да мықты ғалым. Үміттенем момындардың қатарынан деп. Неге сеніп үміттенем деп басын десе, бір пайғамбар, я Раббым мені момындардың қатарынан қыл деп па, қылған дұғасын айтады, солай деп айтқан дейді Ибраһим алейхиссалам. Неге сен Ибраһим алейхиссаламның өзінің сөзін айта салмайсың дейді. Қалай? Айтсаң қалай болар еді? Алла Тағала Құран-ы Кәрімде қала әуәләм туъмин, сен иман келтірген жоқсың ба дегенде, қалу бәлә, иман келтірген деп айтқан ғой дейді. Момынмын дегенде, сен момынмын деп жауап берсең, не қылар еді дегенде, маған ошам сұрақ қоймаңдар деп кіріп кеткен екенде бөлмесінде, ошам бөлмесінен шықпай жатып, қайтып кетіп қалған екен дейді. Абу Ханифа әлі жетілмей жатыр. Сондай бүкіл дүние жүзі мойындаған ғалымдар да ол кісіні мойындап кеткен екен. Және де бір риуаят келтіріледі. Бүкіл ғалымдар жиналып отырады бір жерде. Бүкіл ғалымдар жиналып отырса, бір адам ойбай басымызға проблема келді. Ойбай деп келеді. Сонымен Суфиян ат-Таури деген хадис ілімі бойынша 3-4 адам ең бірінші бастаған, ең бірінші хадис ілімін зерттеуді бастаған 3-4 адамның аты аталады. Солардың бірі Суфиян ат-Таури, біліп қойыңыздар. Суфиян ат-Таури хадис ілімі бойынша ең мықты ғалымдардың бірі. Сол айтады, тоқта дейді. Алла Тағала білмеген істерді кешіреді дейді. Не істеп қойдың, соны айт біздерге дейді. Анау айтады, менің 2 қызым бар еді дейді. Бір бауырымның 2 баласы бар еді дейді. 2 қызымды 2 баласымен үйлендірдім дейді. Ал неке болғаннан кейін, неке қиып болғаннан кейін, енді жаңа спальниге кіргізу керек қой. Спальниге кіргенде ағасының әйелін інісіне, інісінің әйелін ағасына кіргізеппіз дейді. Яғни біреуі ағасының әйелімен жатып шығады бірінші түні, екіншісі інісінің әйелімен жатып шығады. Сол кезде Суфиян ат-Таури айтады, проблема жоқ дейді. Без проблем дейді. Алла Тағала ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха деген дейді. Алла Тағала ешбір пендеге өзі көтере алмайтын нәрсені жүктемейді деген дейді. Без проблем дейді. Бір-біріне штрафной қалың малдарын төлесін де, қайтып жаңағы некелескен әйелдермен жасай берсін дейді. Мынаның көңілін толмайды да ана адамның. Неге? Қалай өмір сүру мүмкін бір түн бір басқа еркекпен жасып шыққан адаммен дейді. Сол кезде жұрттың барлығы Абу Ханифаға қарайды, не дейді екен деп. Абу Ханифа қараңыз, әдепсіздік қылмай жатыр. Біз біреу сөйлеп баса, жоқ, олай емес, мынандай, анау сөзін бітірмесең, жоқ, білсек білмесек бадырай береміз ғой.
Мұны біліп тұрсыз да үндемей отырады да. Сонымен Абу Ханифаға қарайды, не дейсіз? Абу Ханифа айтады, шақырыңдар аналарды дейді, келеді. Баладан сұрайды ағасынан. Сенің әйелің аты кім? Пәленше. Сен Пәленше деген қызбен басқа ініңнің әйелімен жатып шыққаның рас па? Иә, жатып шықтым. Сол қызбен өміріңді жалғай беруге разысың ба? Иә, разымын. Інісіне айтады, сенің әйелің аты кім? Пәленше. Сен анау ағаңмен некелескен әйелмен жатып шыққаның рас па? Білдің ба? Иә, білдім. Сол қызбен өміріңді жалғай бересің ба? Иә, жалғай берем. Онда дейді, өздерің әйелдерін талақ қылыңдар да, түнде жатып шыққан әйелдеріңмен некелесіңдер да, өмірлерің сүре беріңдер дейді. Сол кезде бір Абу Лейла деген ғалым дейді, кейбір риуаяттарда басқа бір ғалым дейді, аты есіме келмей жатыр, орнынан атып тұрып кетеді да, басқа ғалымдарға талумуни бихубби деп шекесін сүйеді Абу Ханифаның. Тағы бір риуаятында Абу Ханифаны ғалымдардың барлығы сыйлайтын болған сол жердегі. Барлығы сыйлайтын болған. Бір күні Суфиян әс-Саури деген жаңағы хадис ілімінің ең күшті ғалымдарының бірі бір туысқаны өледі. Сол барлық адам көңіл сұрап келсе, Абу Ханифа да көңіл сұрап келеді. Көңіл сұрап келсе, бұлар не істейді? Суфиян әс-Саури Абу Ханифаны өзінен төрге отырғызады да, өзі одан төменде отырып алып, Абу Ханифаның сөзін тыңдап, шәкірт сияқты тыңдап отырады. Абу Ханифа сөйлеп, кәдімгідей несін айтып, төрде отырып әңгімесін айтып, шығып кетеді. Суфиян әс-Сауридің екі шәкірті болады. Оны жақтырмай, терістері бүрсіп, нағып біздің противникті мынау бұлай құрметтеп жатыр деп отырады. Неге? Ол кезде анау қазіргідей хадиспен жүреміз, фихпен жүреміз деген ортасында аз ғана талас тартыстар болатын болған. Ал ғалымдардың ортасында болмаса да, ана шәкірттердің ортасында шәкірттер сәл қызуғанды болады. Қазірде мәселен таласып, тартысып жүргеннің бәрі білімсіздер де. Жақсылап тексеріп қарайтын болсаң, 10 хадисті білмейді анау адам. Болмасам айқай шу шығарып, ойбай, сен бидғатшысың, сен анаусың, мынаусың деп жүрген адам, бергеш бауырым, 10 хадис білесің бе сен білмейді. Bir пара жаттағансың ба сен жаттамаған да, о бейшері. Өз сондай білімсіздері тартысады да, өз жастары тартысады. Сәл қызуғанды болады да олар. А білімділер ол тартыса бермейді да, талас тартыстан ұзақта болады. Сонымен анау жаңағы екеуі бүрісіп тұрады. Абу Ханифа кетеді. Абу Ханифа кеткеннен кейін, барлығы кеткеннен кейін, бұл екеуі Суфиян әс-Саури ұстаздарын бір тәртіпке шақырып қояйық деп, ұстаздарын күтеді. Ұстаздардың алдына барады да айтады ғой, дейді, сіз біздің жамағатымызға қарсы бір тірлік істеп қойдыңыз, ұстаз дейді. Не істеп қойыппын мен десе, біздер Абу Ханифаны осындай адасып кеткен деп айтатын едік. Сіз алдыңыз да оны төрге апарып отырғызыз, оның өзіңіз төменге отырып алдыңыз, оның сөзін тыңдадыңыз. Оныңыз бізге жараспайды. Адамдар басқа шәкірттеріңіз көріп қалса, Абу Ханифа сізден де білімді екен деп соның қатарына өтіп кетеді ғой десе, сол кезде Суфиян әс-Саури ашуланып кетіп айтады. Егер мен оның үшін тұрып, оны құрметтеген болсам, мен оның білімі үшін құрметтедім. Білімді ол кісі дейді. Егер білімі үшін құрметтемесем, мен оның фиқы үшін құрметтедім. Фиқ ілімінен өте күшті ол кісі дейді. Егер оның фиқын құрметтемесем, мен оның тақуасын құрметтедім ол кісінің дейді. Егер оның тақуасын құрметтемесем, мен оның жасын құрметтедім дейді. Екінші ондай әңгіме айтпаңдар дейді. Шәкірттер айтады, бізді осылай тоқтатты дейді. Абу Ханифа рахималлаху тағаланың тағы бір тапқырлығы, бір күні Абу Джафар әл-Мансур деген патшаның алдында отырған кезде біреу айтады, бір қолбасшысы, өте қатты кектеніп жүрген бір қолбасшысы болады. Енді көре алмай жүрген бір қолбасшысы болады. Айтады ғой, Абу Ханифа дейді, иә, біздерге патшамыз бұйырады. Пәлен адамның басын шауып тастаса, біз жендетпіз әшейін. Пәлен адамның басын шауып тастаса, барамыз да, ол не күнә істеді, не айып істеді білмейміз, аламыз да шауып тастай береміз. Солымыз дұрыс па, дұрыс емес пе, әлде зерттеп алуымыз керек па дейді. Зерттеп алуларын керек десе, халифаның айтқанын істемеулерін керек деген сияқты әңгіме шығып тұр. Егер де анау халифа отыр ана жерде, басы кетіп қалайын деп тұр. Егер де барып білгендерін істеп, халифаның айтқанын істеп, басын шауып тастай берін десе, бір адамды нақақ өлтіріп қою мүмкін. Екі оттың ортасында қалып кетеді. Сол кезде Абу Ханифа айтады, пәленше дейді, иә, халифа сендерге шындықты айта ма, әлде әшейін бұйыра бере ма дейді. Халифа бізге шындықты айтады дейді. Өтірік әшейін бұйыра береді десе, басы кетіп қалады өзім. Шындықты айтады дейді. Қай жерде болсаңдар да шындықты орындаңдар дейді. Сөйтіп шығып кеткен. Тағы бір кезінде Абу Джафар әл-Мансурдың алдында отырған кезде жаңағы қолбасшысы тезеді. Амирул муъминин, ей момындардың әмірі, иә, мынау сіздің атаңызға қарсы келіп жүр дейді. Қай атама? Абдулла ибн Аббасқа қарсы келіп жүр дейді. Ұлы сахабаға қарсы келіп жүр дейді. Абу Ханифаға қарайды. Патша. Жаңа балаға қарайды.
ей, неге қарсы келіп жүрсің деп. Сол кезде жаңағы кім айтады? Бұл дейді, бұлай айтып жатыр дейді. Абдулла ибн Аббас бұлай деп фәтуа айтқан дейді. Кім ант етсе, мәселен, ант еттім. Мен ертең осы жерде тұрып уағыз айтам деп ант еттім да, мәселен. Ант еттім деп. Осы жерде тұрып уағыз айтам деп ант етсем, мәселен да. Осы жерде тұрып Аллаға ант етіп айтам, осы жерде тұрып ант етем дедім. Содан кейін ертесіне барып, ертең осы ант етіп болғаннан кейін ертең барып тұрып, егер де Абжамил ұстаз мені екінші рет шақырса, уағыз айтам деп жаңа шартын ертесіне қосып қойдым. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху солай ертесіне болсын, ары күні болсын шартын қосып қойса бола береді деген. Ал Абу Ханифа айтады, сен ант еттің бе осы жерде тұрып, ертең уағыз айтам деп. Сол жерде сен шартын қосу керексің дейді. Абжамил ұстаз ертең мені шақырса, ертең осы жерде тұрып уағыз айтам деп. Мысалы, ант еткен кезде обязательно шартын қосу керексің дейді. Осылай деген дейді. Мынау бұлай деп жатыр дейді. Сол кезде Абу Ханифа айтады, я амирул муъминин, ей момындардың әмірі. Мынау дейді әскерлерге барып айтып жатыр дейді. Әскерлердің бәріне. Енді әскерлердің барлығы анау қолбасшылар неге патшаға бұлай не қылады ғой? Ант қабылдайды ғой. Біз сізге өміріміздің ақырына шейін адал боламыз деп ант қабылдайды ғой. Соларға айтып жатыр дейді әскерлерге. Ант қабылдағандарынан кейін мойындарында ешқандай ант жоқ. Білгендерін істей беріңдер, патшаға қарсы шықсаңдар да бола береді. Сендер ешқандай ант қабылдаған жоқсыңдар деп жатыр дейді. Анау бейшара бозарып кетіп, валлахи биллахи таллахи лиллахи мен өйтіп айтқан жоқпын. Өтірік айтып жатыр, бәле жауып жатыр. Анау сөзбен басы кетіп қалады ғой. Десе, сөйтіп айттың деп Абу Ханифа тұрып алған. Сонымен халифа қарайды, дәлелдеп бересің бе сөзіңді дейді. Я дәлелдеп берем дейді. Қалай дәлелдесің десе, сен дейді жаңағы қолбасшыға тұрып, сен дейді Абдулла ибн Аббастың сөзімен фатуа айтасың ба? Я фатуа айтам. Онда дейді қолбасшы келеді халифаның алдына. Біз сізге ант етеміз, өміріміздің ақырына шейін сізге қызмет қыламыз, анау-мынау деп айтады да, ант етіп болғаннан кейін сыртқа шығып алып, егер де халифа маған пәленшені алып берсе, түгеншені алып берсе, болмаса оған не болмайым, былай ғана мен ешнәрсем жоқ деген сияқты. Кейін барып, ошам халифа орындай алмайтын себептерді ортаға қояды да, антын бұзып жібере салады дейді. Сол кезде жаңағы күліп, халифа күліп, ей пәленше, сен Абу Ханифаға өйтіп килігісе берме деп күліп қойған екен. Абу Ханифа любой ситуациядан, любой тірліктен өте даналықпен шығып кететін еді. Өте білімдар еді. Өте білімдар еді. Бір күні бір хауариждің адамы келеді. Хауариждің адамы, яғни такфирит адам келеді. Абу Ханифамен таласам деп бір такфирит адам келеді. Яғни такфирит деген өздерінен басқаның барлығын, кім үлкен күнә істейтін болса, барлығын кәпір дейтін адам келеді. Сөйтеді Абу Ханифаға айтады, я Абу Ханифа дейді, біз сенімен шарттаспақшымын дейді. Кел, не демекшісің? Мен дейді, біраз иманымда күмәнім бар дейді. Иманында күмәні бар адам мұсылман болмайды дейді. Жарайды дейді, менің қай жерде иманымда күмәнім бар екен айтып берсе дейді. Мақыл айтып берейін, не демекшісің? Сіз не деп ойлайсыз дейді. Бір адам өзін өзі өлтіріп қойды дейді. Асылы өліп қалды. Бір адам дейді, арақ ішіп өліп қалды дейді. Бір адам басқа бір тірлікпен осындай бір үлкен күнәлармен өліп қалды дейді. Ол адам дейді, ертең ол адам мұсылман деп есептейсіз ба дейді. Бір адам мәселен зина қылып жатып өліп қалды. Бір адам мәселен арақ ішіп жатып өліп қалды. Бір адам асылып өліп қалды дейді. Осы үш адамның жағдайы қалай болады дейді. Сол кезде Абу Ханифа айтады, ол мұсылмандар ма, әлде христиандар ма дейді. Иә, мұсылмандар дейді. Сен қалай ойлайсың дейді. Иман дейді. Көбейіп азая ма, азаймай ма дейді. Анау айтады, жоқ, көбеймейді, азаймайды, бір қалыпта. Хорошо. Ол ла илаха иллалла Мұхаммад Расул дегеннен кейін иманды болды ма? Иә, иманды болды. Біз оларды мұсылман дейміз онда дейді. Өйткені ол айтқан нәрсесімен оның иманы кемейіп қалған жоқ, ол істеген күнәлармен олар имандары толық дейді. Олар онда жәннатқа бара ма, кәпірге бара ма, тозаққа бара ма дейді. Сол кезде бұл кісі оған жауап береді. Біз бұл жерде Иса алейхиссаламның сөзін айтамыз. Егер мынау қауымынан адасып кеткендерді, өзін Құдай деп қауымынан адасып кеткендерді Иса алейхиссалам не деген? Егер оларды азаптайтын болсаң, олар сенің құлдарың қалағанша азаптай бер. Егер оларды кешіретін болсаң, сен кешірімді, мейірімдісің деп айтамыз дейді. Оларды азаптаса да өзі біледі, кешірсе де өзі біледі деген сияқты әңгімені айтады. Осылай өте бір даналықтармен көзге түскен Абу Ханифатан Нұғман рахималлаху тағала. Енді бұл кісінің даналықтарын айта берсек, қазір азан болады, содан кейін сәресі болады. Тапқырлықтарын айта берсек, бітпейміз қазір тақырыпта. Осы жердің даналығын тоқтатайық та, бұл кісінің кейбір шәкірттеріне тоқталып кетейік. Сонымен иншалла тақырыбымызды аяқтайық. Бұл кісінің шәкірттерін бастаған кезде Абу Юсуфтен бастасақ, нұр үстіне нұр бола ма деп ойлаймыз.
Абу Юсуф деген шәкірті болды. Ол қалай шәкірт қылып алды? Абу Юсуф жастайынан әкесінен айырылған адам болды. 6 жасында ма әкесінен айырылады. Шешесі бір тігіншіге қызмет шығып береді, сол тігіншінің қызметін қылып жүреді. Шешесі бір тігіншіге қызмет қылып береді, сол тігіншінің қызметін қылып жүреді Абу Юсуф. Және әр қызмет қылған үшін күніне 1 теңгеден беретін болады. Яғни 1 күндік тамағын беретін болады Абу Юсуфке, жаңа тігінші. Бірақ Абу Юсуф ойын баласы емес пе? Келе жатса, Абу Ханифаның сабағын көреді. Қызық қараса. Отырады да, сабағын тыңдап отырады. Барып кешігіп қалады жұмысына. Жұмысына кешігіп қалғаннан кейін тігінші шешесіне жалбысы деді. Мына балаң жұмыстан кешігіп келіп жатыр. Мен саған не үшін 1 теңгені төлеп жатырмын деп. Сол кезде шешесі бұлай ұрсса айтпайды, бұлай ұрсса қайтпайды, бұлай ұрсса білімге деген махаббаты болады Абу Юсуфтың. Содан кейін ақыр соңында бір күні іздеп жүріп шешесі Абу Ханифаның мәжілісінен тауып алады. Сол кезде айтады шешесі: пәленше дейді Абу Ханифа қарап. Сен дейді болмаған сабағыңмен дейді менің аш қалдырайын деп бассын. Мына бала біздің семьямызды бағып жатыр. Сен бұны өзің сабағыңмен ұстап отырсың. Бұны жіберіп жібермейсің ба дейді. Сол кезде Абу Ханифа айтады: ақымақ қатын дейді. Мен бұған дейді майдың ең жоғарғы сорты мен нанның ең жоғарғы сортын жеуді үйретіп жатырмын ғой біліммен дейді. Сөйтсе әйел түсінбейді де қол сілтеп кетіп қалады. Бірақ Абу Ханифа Абу Юсуфтың білімге деген махаббатын, білімге деген құштарлығын көрген, даналығын, тапқырлығын көрген кезде барады да әйелімен сөйлеседі: сіз дейді, тігінші сізге мынаны жұмыс еткен үшін қанша береді? Пәлен ақша береді. Мен одан пәлен есе көп берем. Мынаны қасыма беріңіз да сабақ берейік дейді. Абу Ханифа ең бай адам болған. Сол қаланың ең бай адам болған. Тіптен оның магазині одан алдын сол қаланың әкімі тұратын әкімінің несі болған, резиденциясы былай айтқанда. Әкімнің резиденциясын сатып алып магазин қылып қойған адам болған да бұл кісі. Өте бай адам болған. Бұл байлықты сондай қатты істейтін болған, қазір байлығына жеке дара тоқталамын. Өте бай адам болған. Тарихта ең бірінші студентке стипендия деген нәрсені, стипендия деген ойды алып келген адам бұл Абу Ханифа болады. Батыста таппаған, Геродотта таппаған, Аристотельде таппаған. Бұны ең бірінші стипендия деген, студентті оқытып тұрып оған стипендия беру деген түсінікті алып келген адам бұл Абу Ханифатан Нұъман рахималлаху тағала болады. Осылай стипендия берген. Абу Ханифа Абу Юсуфты, оның семьясын соңына дейін баққан, өмірінің соңына дейін баққан, полный айлығын төлеп тұрған. Кейін тіптен күндер өтеді. Күндер өткеннен кейін барлығы біткеннен кейін Абу Ханифа өлгеннен кейін Абу Юсуф мемлекеттің главный судьясы болады. Бір күні халифаның алдында отырса, жұмыстарын бітіріп енді тұрып бара жатса, Харун Рашид айтады: халифа, Абу Юсуф, тоқта дейді. Бізге дейді бүгін дейді майдың ең жоғарғы сорты мен нанның ең жоғарғы сорты келіп қалды дейді. Бұны біздер жей бермейміз, жылда 1 рет 2 рет қана жейміз. Рум империясының императоры бізге подарка қылып жіберіпті. Соңынан ауыз тиіп кетті дейді. Сол кезде Абу Юсуф күліп қояды. Неге күлдің десе, ұстазым Абу Ханифа мені 6 жас кезінде шешеме үсіп айтқан еді. Мен оған нанның ең үлкен сорты мен майдың ең үлкен сортын жеуді үйретіп жатырмын осы біліммен деп еді. Мені Абу Ханифадан пәлен жыл өткеннен кейін осы нәрсені жеп жатырмын дейді. Сол кезде Харун Рашид, Алла тағала ол кісіні рахметіне алсын, өте ұлы адам еді. Ол кісі өте үлкен дана адам еді дейді. Сол Абу Юсуф рахималлаху тағала бір күні қатты ауырып қалады. Қатты ауырып қалады. Ауырып қалған соншалық уже өледі деп дәрігерлер шығарып жібереді. Абу Ханифа ананың алдында жылап отырады шәкіртінің алдында. Көрсе өлейін деп жатыр. Сыртқа шыққаннан кейін біреулерге айтады ғой: ессіз, мен бұны ең үлкен шәкіртім деп жатыр едім. Өзім өлсем орнымда қалатын адам деп жатыр едім бұны. Бұл кетіп қалып жатыр. Сонша білім бұған обал болды деп өкінеді кетіп қалады. Соның Құдайдың құдіреті Абу Юсуф жазылып кетеді. Жазылып кеткеннен кейін біреулер айтады ғой: сен не істейсің Абу Ханифаның алдына барып? Неге? Абу Ханифа сені сөйтіп айтты ғой. Өте жетілді уже. Менің орныма қалатын адам дейді ғой, демек сен жетіліпсің дейді. Сонымен Абу Юсуф: мен жетіліп қалған екенмін ғой мен дейді да. Сөйтеді. Абу Юсуф жазылғанын біледі Абу Ханифа. Күнде жағдайын сұрап тұрған ғой. Қараса сабаққа келмейді. Қараса ана жақта бір топ адам үйменіп жүр. Анау кім? Абу Юсуфтың шәкірттері ғой деп айтады. Қой, олар өз мектеп ашқан ма? Я мектеп ашқан өздері. Субханалла дейді. Онда дейді бір шәкіртін шақырады, бері келді. Анаған бір сұрақты қой дейді. Қандай сұрақ? Бір тігінші деп айтты дейді. Бір адам тігіншіге барды. Тігіншіге барды да көйлегін тігіп бер деп айтты. Көйлегін тігіп бер деп еді. Анау тігінші көйлегін тігіп беруге алып қалды. Содан кейін анау
көйлегім тігіп болдың ба деп еді, сен маған ешқандай мата берген жоқсың, тігіншілікке еш нәрсе берген жоқ деп, ананы өзіне алып қойды дейді тігіншілікке. Содан кейін анау былай сұрады, бермей қойды дейді. Ұрлап қойды енді бұнан. Білгенін істе, дәлелдеп бере алмайсың деп. Сонымен бұл кетеді, бір айналып келеді де, Құдайдан қорқ, менің көйлегім қайтарып бер десе, анау Құдайдан қорқ деген сөзге әсерленіп кетеді де, жаңа көйлегін қайтарып береді дейді. Осы жерде сұрақ дейді. Сол көйлегін қайтарып берген кезде тіккеніне анау тігінші ақысын алу керек па, алмау керек па дейді. Сол кезде Абу Юсуфтан сұрайды ғой, алу керек па, алмау керек па деп. Алу керек дейді. Абу Ханифа айтады, алу керек десе, дұрыс емес айттың деп айтты дейді. Дұрыс емес айттың дейді анау. Алмау керек дейді. Алмау керек десе, дұрыс емес айттың дейді. Дұрыс емес айттың дейді. Алу керек десем де дұрыс емес, алмау керек десем қалай сонда дейді. Сонымен сразу біледі, мынаны Абу Ханифа жіберген. Тәпішкесін алады да Абу Ханифаның алдына барады. Сол кезде Абу Ханифа айтады, дейді, сен ана тігінші мәселесі әкелді, дейді. Сен ағып кетіп қалдың дейді, сен оған қалай фатуа бересің дейді, мен саған оны үйреткен жоқпын ғой әлі дейді. Отыр дейді. Сөйтіп айтады, егер де дейді, анау адамның ойы дейді, киімді тігіп болардан алдын өзгерген болса дейді. Яғни киімді тігіп болардан алдын, жаңа киімді тігіп болардан алдын, мынау киімді өзіме алып қоям деп өзгерген болса дейді, онда алмау керек дейді, алу харам болады дейді. Қараңыз, татау қатты кіріп кетті. Любой үкімге шешім бар да. Егер дейді, ана киімді тігіп болардан алдын өзгерген болса дейді, онда дейді, анау тігіншіге ақысын алу арам болады дейді. Егер де дейді, киімді тігіп болмай жатып, болғаннан кейін өзгерген болса, киімді тігіп болғаннан кейін, осы көйлек әдемі шықты, осын алам деген болса, тігінші өзінің ақысын алуы керек болады дейді. Абу Юсуф, Абу Ханифаның сондай ұлы білімі бар екендігін біліп, тағы да өте үлкен қолында істеп, кейін бүкіл ислам мемлекеті ақтаған, бүкіл ислам мемлекетіне қазысы болады, судьясы болады. Тіптен Шафиғи, имам Малик рахималлаху тағаланың 30 жыл бойы қызметін қылып, 30 жыл бойы алдында отырып сабағын оқып, соның бүкіл білімін, мединалықтардың бүкіл білімін бәрін алып болғаннан кейін, осы Абу Юсуф деген шәкіртінің алдына келіп тұрып, оған шәкірт болып, оның шәкірті болып, соның қолында білімін жетілдірген екен. Одан кейінгі білім несі Мұхаммед. Мұхаммед та өте үлкен білімді болған. Бұл кісінің білімін біздер саралап, санап отырмайық. Зуфар деген білімді шәкірті болған. Ол кісілердің білімдерін саралап, санап отырмайық. Біздер кейінгі уақытымыздың қысқалығынан кейінгі тақырыбы. Бұл ақшаны қаяқтан алған деген тақырыпқа өтейік та, сонымен бұл кісіні өмір баянын бітірейік. Бұл кісі саудагер болған. Саудагер болғанда өте адал саудагер болған адам да бұл кісі. Өте адал саудагер болған. Тіптен білім иелеріне бұл кісі тегінге беріп жіберетін болған. Тіптен бір күні бір досымен айтады: "Мынау матаны мынанша ақшаға алдым. Мына матаны мынанша ақшаға алдым" дейді. Мына мәселен 100 теңгеге алдым да, мына матаны 50 теңгеге алдым. Мынаны 50 теңгеден сат, мынаны 100 теңгеден сат дейді досына. Мақұл дейді. Сөйтеді де, досы барады, базарға барса, маталар жақсы өтіп жатыр, бәрін 100 теңгеден сатып жібереді. Өте үлкен пайдамен келеді. Абу Ханифа есептеп көрсе, артықша ақша бар. Қаяқтан алдың десе, мен бәрін 100 теңгеден сатып жібердім дейді. Сол кезде Абу Ханифа ашуланып кетеді, айтады: "Қалайша сен біреудің ақысын жедің" дейді. "Мен саған 50 теңгеден сат деп едім, сен ақысыз оның үстіне ақша қойып жіберсің" дейді. Сол 50 теңгеліктен түскен пайданы, 100 теңгеліктен түскен пайданы малыма арам ақша түспесін деп барлығын садақа қылып жібереді. Тағы бір несінде бір күні бір адамға келеді. Бір сатушы адамға келеді, мата сатып алайын деп. "Мынау матаң қанша тұрады" дейді. "100 теңге тұрады" дейді. "Жоқ, бұл 100 теңгелік мата емес" дейді. "Бұл қымбаттау мата" дейді. Анау айтады: "200 теңге тұрады" дейді. "Жоқ, 200 теңгелік мата емес, бұл қымбаттау мата" дейді. "Кім айтады" дейді. Біз тұрып аламыз ғой, түсірсе сәл тұрып аламыз ғой. Түсіріп саудаласу бұл сүннет. Бұл кісі айтады: "Бұдан да қымбат мата" дейді. "300 теңге тұрады" дейді. "Бұдан да қымбат мата, бұдан да қымбатқа айт" дейді. 500 теңге дейді. "Бұдан да қымбат" дейді. Сонымен анау ашуланып кетеді: "Мен өзім табарым ғой, қанша сатам өзім білемін" дейді. Сол кезде тоқта дейді. "Базар кім дейді. Базарда сена қоюшы, соны шақырады. "Мынау қанша тұрады" дейді. "Мынау товар 1000 теңгеден тұрады" дейді. Сол 1000 теңгеге барып сатып алады. Осындай әділдігінің арқасында өте үлкен бай болды. Сондай бай болды. Бүкіл шәкірттерінің семьясында өздерінде осы кісі қамтамасыз ететін. Бүкіл шәкірттермен бірге 53 мәрте қажылыққа барды. Бүкіл шәкірттерін алып баратын. Сол шәкірттерімен Меккеде шатыр тігіп, Меккеде бүкіл шәкірттерінің сабақтарын үзбестен, осылай жолда да сабақтарын үзбестен сабағын беріп жүретін. Соның арқасында бүкіл ислам әлемінің 10-нан 9-ы Абу Ханифа мазхабын ұстанатын болды. Өйткені имам Ат-Тахауи рахималлаху тағала Шафиғи мазхабын ұстанған. Нағашысы Шафиғи мазхабының ең үлкен ғалымдарының бірі болған. Сол заманның ең үлкен ғалым болған Музани деген.
Бұл кісі Абу Ханифа мазхабына өтіп кетеді. Сонда адамдар айтады, сенің нағашың Шафиғи мазхабының ең үлкен ғалымы ғой десе, бұл кісі айтады, менің нағашым ең үлкен ғалымы бола тұра, қандай бір мәселені шешетін болса, міндетті түрде Абу Ханифа мазхабына қайтатын еді. Неге мен Абу Ханифа мазхабына қайтып жатқан адамның сөзін аламын да, тіке Абу Ханифа мазхабының сөзін ала салмаймын деп, Абу Ханифа мазхабына өттім деп. Имам Ат-Тахауи рахимахуллахи таала бүкіл үмметке ақиданы, ең тура ақиданы үйретіп кеткен имам Ат-Тахауи рахимахуллахи таала осылай деп айтқан екен. Ол кісінің жазған кітабын Ақида-ат-Тахауияны бүкіл мұсылман әлемі мойындайды. Бүкіл мұсылман әлемі біздердің ақида кітабымыз дейді. Бүкіл мұсылман әлемі оған еретін. Имам Ат-Тахауи рахимахуллахи таала Шафиғи мазхабын тастап, Абу Ханифа мазхабына өтуінің себебі осындай болған екен. Абу Ханифа рахимахуллахи таала хижреттің 150-ші жылдары, осылай адаспасам 150-ші жылы хижреттің ана осы жарық дүниемен қош айтысты. Ол кісінің жарық дүниемен қош айтысына түрлі-түрлі риуаяттар бар. Соның бірі бұл кісіні бас главный судья болды деп айтады. Бұл кісі мансаптан қашады. Содан кейін күніне халифа оған 10 дүреден ұрғызып тұрады. 120 дүре ұрылады. Түрмеде жатып, түрмеден шыққаннан кейін бұл кісі қатты ауырып, 10-15 күн өмір сүріп, әлемнен өткен. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Біздердің де Алла субхана тағала осылай дінге қызмет қылуымызды нәсіп етсін. Біздер ойламайық, бұндай ғалым бола алмаймын деп. Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ дейді. Немесе Абай атамыз айтады ғой, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа дейді. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Сол үшін біздер армандаған кезде, алдымызға мақсат қойған кезде, осылар сияқты дінге қызмет қылып, осылар сияқты Аллах субханаху ва тағаланың жолында қызмет қылып, осылар сияқты мол шәкірт таратып, осылар сияқты ұлы ғалымдардан болуымызды нәсіп ет деп Құдай тағаладан сұрауымыз керек. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата аъюнин ваджъална лилмуттақина имама. اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا ربم бүгінгі қадір түнде қылған барша құлшылық ғибадаттарымызды өзің алдыңда қабыл қыл, мұраттарымызды қасыл қыл, 1000 айдан абзалырақ деген сауаптарды біздерге нәсіп ет. Я Раббым, жүректеріміздің иесі өзіңсің. Я Рабб, я Рабб, я Рабб, жүректеріміздің иесі өзіңсің. Я Раббым, біздердің барша қылған күнәларымызды кешіргін. Рабби яссир, ва ла туассир, Рабби таммил хайр. Я Раббым, елімізге тыныштық, амандық, ынтымақ, құт береке бер. Егеменді еліміздің еңсесін биік, иман, исламмен ынтымақпен биік қыл. Я Раббым, елбасымыздың денсаулық бер, ұзақ өмір бер. Ел үшін, дін үшін қандай ізгі ниеттері болса, артығымен бер. Жанұясына да өзің инсаф, иман, тауфиқ бер. Я Раббым, Нұрбол баласына және Қайрат ағамызға, я Раббым, ұзақ өмір бер, ғұмыр бер. Елбасына тіреу бола беруін өзің нәсіп ет. Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата аъюнин ваджъална лилмуттақина имама. Я Раббым, елді басқарып отырған басқа да ағаларымызға өзің инсаф, иман, тура жол, тауфиқ, хидаят бер. Діндерін сау қыл, сенің дінің болған ислам дінімен әзиз қыл. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Бирахматика архамар рахим.